Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасы. Номер 2 орта мектебі 9 А сынып оқушысы Метелтай Сабина. Бірде Арман әкесінен: «Әке, құлагер поэмасы жайлы айтып беріңізші» деп сұрады. Әкесі: «Әрине балам, айтайын. Бірде ақан серінің құлагер атты жылдам әрі жүйрік жылқысы бар болыпты. Ақан сері бірде баласын жылқыға отыруға баулып, жас шабандоз ету үшін құлагерге отырғызып шабуды үйрете бастайды. Ыбан ұзақ дайындала бастады. Күн демей, түн демей 3 жыл тоқтамастан дайындалды. Арада 3 жыл өткен соң елде үлкен бәйге өтеді. Ақан сері ыбан мен құлагерді алып бәйгеге жол тартады. Бәйгеге жеткен сәтте сол жердің мықты сыншылары құлагерді сынайды. Бірақ құлагер тек мақтау естиді. Оны көрген Батыраш қызғанышпен қарап тұрады. Сол күні кешке Батыраш адамдарына құлагерді өлтіруді тапсырады. Құлагер бәйге бастала салысымен көш бастап шығатынын естіген Батыраш дәл осы нәрсені ойластырған еді. Құлагер бәйге бастала салысымен көш бастап келе жатқан кезде құлагерге қастандық жасалады деген ой Батыраштың миында бар болып шығады. Құлагердің мерт болғанын ескенде ақан серінің ауылдан кететінін Батыраш баяғыдан ойластырған екен. Бір сәтте құлагерге қастандық жасалынады. Құлагермен бірге бала да құлайды. Бала бірден орнынан тұрып құлагердің жағдайын қарайды. Құлагердің мерт болғанын көрген ақан сері мен бала қайғыдан құса болып елден кетуді ұйғарады. Елден жыраққа кетіп бара жатқан ақан сері жолай құлагермен өткен естелігін көріп қимаспен кетеді. Аты өліп Астанақан шаршап қайтты, ауылға оның әнін малшап қайтты. Еліңден еременге жиылған жан, еліне құлагер деп ән сап қайтты. Сонда Арман: «Әке, неге құлагерді олай қастандықпен өлтірді?» деп сұраған кезде әкесі: «Ол сәтте қызғаныштықпен адам не істегенін өзі біле алмаған ғой» деп айтады. Бұл бейнероликтің мақсаты жас ұрпақты құлагер поэмасын оқуға баулу. Назарларыңызға рахмет.